Алтайдан Атырауға, Жетісудан Жайыққа дейінгі ұлан асыр, құс қанатын талдырған, ат тұяғын шалдырған бабадан қалған байтақ жер қазақтың қасиетті атамекені. Аспаны шаңырақтай, күн сәулесі шамшырақтай жамырап, жер бетіне төккен нұры шаншылған уықтай сайын даланы сән салтанатқа бөлейді. Данышпан ата-бабаларымыз осы табиғаттың қайталанбас туындысынан өздерінің тұрмыс тіршіліктеріне ғажайып кескін келбет дарытқан. Жер бетінде тіршілік атаулы жаратылғалы бері мұндай керемет көркем философиялық сыры терең туындыны көшпелі бабаларымыздан бұрын ешкім ойлап таппаған. Атауының өзі қасиетті, бас, пана деген екі заттық атаудан тұрады. Бұл алаш рухты, ағаш туырлықты күйгізу деп аталатын отбасылық өмірдің символы. Ата-бабаларымыз бұндай баспанада неге тұрды? Себебі олардың отар қойы болды, малы болды, оларға жаңағы жем шөбі керек деген сияқты. Сөйтіп күз жаңағы күздеу дейміз, қыс-қыстау, жаз жайлауда біздің ата-бабаларымыз көшіп жүрді. Себебі олардың жаңағы негізгі тұрмысы мал шаруашылығымен айналысты, егін шаруашылығымен айналысты дейміз. Соған өте қажетті бұл жаңағы баспана дейміз. Киіз үйдің бір ерекшелігі бұл жаңағы жаңбырды, жауынды өткізбейді, жылы, күзде далада қандай салқын болып тұрса, бұл киіз үйдің іші жылы болып тұрады. Өйткені киіздің жаңа қасиеттілігі бар. Бұл киізді жаңа қойдың жүнінен өздері біздің ата-бабаларымыз басты. Киіз үй орталық және Орта Азия халықтарының негізгі баспанасы. Оның ішінде көшпелі түркі халықтарының қадірлі тұрғын үйі. Ол тез шығып, шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға өте ыңғайлы. Киіз үй ғаламның моделі. Бүкіл ғалам мен адам арасын байланыстырушы мекен. Рухани мәдениет ретінде қарастырсақ, киіз үй баспана ғана емес, арғы әлеммен байланыстырып, қаскөй рухтардан қорғайтын киелі мекен. Киіз үй біріншіден көшіп қонуға өте ыңғайлы. Оның құрал жабдықтарының барлығы қазіргі сөзбен айтсақ, құрастырмалы, жиналмалы түрде болып келеді. Киіз үй қазақтың танымында ол космостың кіші моделі. Киіз үй ұғымы тек баспаналық мәнге ие ғана емес, ол қазақ халқының мәдениеті мен өркениетінің бастауы. Киіз үй ол аманат маған қалған, өзіңнен түпсіз терең табам бар мән. Ошақтың әжем жаққан оты сөнбей келеді сонау алыс замандардан. Этнограф тарихшы ғалымдардың зерттеулері бойынша киіз үйдің пайда болуы қола дәуіріне, яғни заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдыққа саяды. Ал грек тарихшысы Геродот заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасырда ата-бабаларымыз сақтардың киіз үйлерде отырғандығын қағазға түсірген.